Klasstastar qayda. Yaşansı gruplarında Karanlık Orta Mektebi'nin 1977 жылға түлектері. Кезіндегі бойжеткендермен бозбалалар 45 жылды артқа тастап, бүгін міне Алакөлдің жағасында тамаша бір кездесулерге қош келдіңіздер дейгілі құрметтер. Кезінде мектептеріміз. Құрметті işlerimiz. 45 жыл бойы осы кешті сағынған шығарсыздар. Бүгін бір аспанды, айды аспанға бірақ шығарайық билеп тұр. Көңілді екені келе қойыңыздар. Жалпы мектепте ең қатты билеген кіміз? Ортаға шықсыншы, бастасын да тамаша билер. Міне, бір шақырайыз. Бастайды, олай болса кеттік. Абзал достар қайда деп бас-басқандар. Келіңіздер дастархан төрінде жайғасайық енді. Келе қойыңыздар, екі жақ қатарға ақырындап жұп-жұпымызбен жайғасай қойыңыздар. Сағыныштан құшағы ашылғандар. Кездесуге асығып тасынғандар. 45 жылды артқа тастап, құпиясын жүрекке жасырғандар. Бүгінде сырласуға қош келдіңдер. Құрметті 77 тілектер асыл жандарды қойыш құрметті. Мұсылманбыз, қазақпыз ғой, бір дастарханға бір ақбата сұрап қойып, бір күнде бір-бірінің атасы мен апасы барғап тұрсам. Құдай оларды қыдырға қолдастыңызға байлық көзін денге салыптың. Балашаға береке берсін, осылай тойды мұна қар уақытта 45 жылды жемімізді жалғасып, нәсібесі әр адамның өсе берсін. Балашағаның қызын көп, солардың қызығыменен осындай дастарханбасын әр уақытта тойды мұнақта кездесе беріңіздер. Тәубін айтқандарыңыз келсін, баталарыңыз қабыл болсын. Ал енді құрметті түлектеріміз, бүгінгі кеш сіздердікі. Олай болса, бүгінгі айтылатын әндер де, шырқалатын жырлар да, ойындарымыз да, билеріміз де тек қана өздеріңізге арналған. Олай болса, бүгінгі кешімізде өздеріңіз дайындалып алыпсыздар, екі топқа бөлініп, міне дастарханда отырсыздар. Осы екі дастархан бір-бірімен келіп, қазір жарыс болады екендер. Мына дастарханнан бір капитан команда сайлап қойсақ, кім болады? Кім капитан команда? Болат ағамыз, бәрі Болат ағамыздан қорқады ғой, бәрі Болат деп жатыр. Бір шапалақ ұрып қойыңыз ба? Жоқ, сізден қорқып отыр ғой деймін деп жатыр. Болды. Дұрыс. Бәрекелді. Бізде кім? Дәулет. Әне бақытым. Бақытым бала, сөрді қойшы. Қағасызды? Ән жарысы болғанда бұлай. Біз мына жақтан музыка қоямыз. Музыка қояды да қайырмасына келгенде музыканы өшіреміз, біз қара дауыспен ары қарай жаулап кетеміз. Шапалақ ұрып, айғайлап бірге орнынан тұрып айтсақ болғанда бал қойылады, соның бәрін есептейік. Естік па? Дайынбыз ба біздің команда?
Kettik olay bolsa. Hürmetli dostlar komandası. Elin şarın, sivan sen mağan, dağlanın ergülün, şarın sen mağan, kuşların, halkın sandadan, bağlı koşların, özünü armağan, elbise var ya, özünü gelmesin, sayaya, o şerrin gelmesin, Olay bereketi. Tamaşa ellerim için 10 bal. Oy молодец. Oradan turup aybaylap çıldırıp şapalakını aytkanlar için tағы da 10 bal. 20 bal жете ма? Пойдет қой. Маған 30 деп қарсыласқаны үшін 5 бал алып тастаймыз, 15 бал. Бізге 20 жетеді ғой. Ертең дауласып жүрмеңіз керек. Олай болса мына класстастар командасы. Дайынбыз ба? Ана жақ сыныптастар 20 балды алып алып. Дайынбыз ғой. Кеттік олай болса сіздерге. өзіңнен арыстым, бойымда тағыстым, жанарым гүлдей құрбым сен, жағада торым сен, жазеді гүлдіңді, Ay bereketi. Şapala. Bereketi. Tamaşa endermişsin. 10 bal. Orunlarınızdan turup birbirlerinizi kollarınızdan ıslap turup aytkan için 12 bal. 22 bal. Jete mi? Al. İnşallah birimiz o yetiştirir. Olmaz. Ben olmayayım. Meni davlasып жатқан үшін минус 2 бал. 20 бал. Жете ме? Тегіміз әзірге. 1-1. Команда 1-1. Туғыл шапалақ. Әзірге достық жеңіп жатыр. Алдыда әлі талай сайыстарымыз болады. Олай болсам деп құрметті достар. Мына бүгінде бір үйдің атасы, бір үйдің апасы кезіндегі боз бала бой жеткендер. Бүгінде міне таншама естеліктерді еске алып, бір-бірлеріңізді сағынып көріп, құшақтап, бір марқайып жақсы болып қалған шығарсыздар. Осы қуаныштарыңыз ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Бүгіндегі міне жақсы тілекке жалпы көп қонақ болып қалды. Алыстарға кетіп, біреу Алматы, біреу анда, біреу мында арман болып кетіп. Дегенмен ауылда қалған осындағы азаматтарымыз бар. Ауылында осыны түтінін түтетіп, ауылымыздың дамуына үлес қосып дегендей. Бүгінде міне сол кісілерден бастағанды дұрыс көріп отырмын ауыл азаматтары. Өйткені шаңырақ өзінің бүгіндегі дегендей. Ортаға шақырсақ, Дәулет, Бақтығазы, Қания, Бағдәулет, Күлпаш жұбайларымен ортаға шақырсақ.
көңіл жас, Аллаға шүкір. Баяғы мектептер кезгендегі сияқты жүрек дүрсілдеп тұр, Аллаға шүкір. Ал енді айтайын, қазір міне ауылдарымыз 60-тан асып пенсия дегендері бар, түгел жақсылар дендеріңіз оң болыңыздар. Бұдан бала аурусыр қамаңыздар. Әлі де Алланың берген жасын жасап, осындай ас қосып, тіректіріп ұйымдасып жүре берулеріңізді тілеймін. Аман сау болыңыздар. Ал енді құрметті кластастар дейміз, бірге өскен төлдеріміз. Бала кезімізде енді айтар, біздің бала кезіміз ақ болды, біздің бала кезіміз көк болды дейді. Енді біздің бала кезіміз таза болды былай айтқанда. Өмірге, махаббатқа деген, мына дүниеге деген қазіргі сияқты емес, енді басқадай болды. Ол кезде сотқа болмаса да біріміз махаббат құраттық енді. Сондықтан мен осында кездесу өте мен қуаныштымын. Осындай кездесулерді кезігіп тұрайық. 45 жылға келгенде бар, келмегенде бар, өздеріңді көріп отырсыздар. 77-нің қыз жігіттері дендерің сау аман-есен болып, немерелі болып жатсыңдар, балалы болып жатсыңдар, немерелі болсыңдар, немерелерің қызығын көріңдер, дендерің сау болсын. Бүгінгі күніміз жақсылықпен, қуанышпен билеп, ойнап, күліп, 45 жыл қандай болдық, жақсы болайық. 77-нің қыз жігіттері мұнандай болыпты деп, бәріміз мықты болайық, күшті өткізейік. Ал енді құрметті 77-нің қыз жігіттері, күйеу балалар, келіндер, бүгінгі мына бұл да бір мейрам ғой, мейрамдарың құтты болсын. Бастарыңа бас, жастарыңа жас қосыла берсін. Осындай ақ дастарханда ақ тілектерді айтып, тек қана жақсылықта бас қосайық. Бастарыңа аман болсын, бауырларың бүтін болсын. Немере, шөбере көріңдер, шөпшек көріңдер. Әлі де қартайып тұрған жоқсыңдар. Жаңа билеріңе қарасам керемет. Бақытты болайық енді. Бақыттың ішінде бәрі сияды ғой. Денсаулық болсын, бақыт болсын, жақсылық болсын. Тек қана жақсылықта кездесейік. Құрметті менің класстастарым, 67-те кірген достарым, 67-те кіріп 77-те шыққан, қарадай көріп, таудай болып шыққан достарым, қыздар, жігіттер. 5 жылдық кездесу жөні бір бөлек, 20 жылдық бір бөлек, 30 жылдық. Мына 50 жылдық бір бөлек, ал мына 45 жылдық деген тіпті бір түрлі бөлек болады деген. Мынау енді осы отырған барлығымыз, келмейған достар, бәрі аман болсын, бала шағаның қызын көрейік. Жаңа Дәулет достар айтқандай, баланы өсірдік, енді немерені өсіріп, соның немеренің қызын көрейік, жалпы бәріміз. Қай-қайсыларың жортқанда жолдарың болсын, жолдастарың қыдыр болсын, амандықта, саулықта, төрт көзіміз түгел аман сау жүрейік. Сендердің балаларың, менің де балаларым, еліміз, жұртымыз, халқымыз аман болсын, туған туысқандарымыз аман болсын, немерелер, шөберелер аман болсын, заманымыз тыныш болсын, елге аман тыныштық болсын. Өмірдегі барлық жақсылық тілеймін өздеріңе. Біздің мына 77-нің өзіміздің мына түлектердің барлығына өзіміздің барлықтарымыз біріміздің атымыздан бірімізге сыйлаған естелік болсын деген подаркілеріміз бар, соны беруге рұқсат етіңіздер. Кез қайда сығатып ойнаған, құтты болсын ол кезектері бар байлаған. Апырай түсінбеймін осы неге мәңгілік. Ал енді сұрағаныңыздарды жақсылап бір фотоға түсіп алыңыздар. Жаңа біреу сөйлеп тұрды, біреу қисайып тұрды, десек дұрыс түсіре алмай қалды. Алыс жақынан келіп жатқан қонақтарымыз бар. Бүгінде міне Алматының төрінен келіп жатқан құрметті класстастарымыз, достарымыз, Толыбаев Болат ағамыз, Бақтыған, Мұқаш, Күлпаш, Сарыөзектен келген жұптарыңызбен келе қойсаңыздар. Ту болып шапалақпен ортаға шақырамыз, келе қойыңыздар. Just
Шарақ дейік бірінші. Мына келіп бүгінгі кездесуге келіп жатқан барлықтарыңызға құрметті класстастар, құрметті. Енді тойдың болатынынан боласы қызық дегендей, бұл кездесуде оңайшылықпен келген жоқ. Осы ең соңғы 6 ай бойы дайындалып, осындай Алакөлдің жағасында осындай бір керемет жерде кездесіп отырмыз бүгін. Бұның өзі біз үшін бір үлкен бақыт деп есептеймін мен. Сондықтан барлықтарыңызға зор денсаулық тілеп, кездесулеріңіз сәтті де құтты болсын. Әлемді құрметті жолдастар, енді кішкентай бала кезімізде бірге өскен достарым, менің класстастарым, ауылдастарым, қарабақтың шағын қорқатып астымызға таяқты мініп алып, талай жардың басында Ақаш есінде ма сендер жақта сиырға барып қылыштасып ойнайтын кезде. Сөйтіп жүрген бала кездегі достарым менің барлықтарыңыз семьяларына бақыт пен денсаулық тілеймін. Бәріміз аман болайық, деніміз сау болсын. Барлықтарымыз семьяларына жақсылық тілеймін. Осы бүгін бәріміз жиналып, 45 жыл, 40 жылдықта кездесу жасадық. Одан кейін 45 жыл мен сендердің барлықтарын сағындым, достарым. Осы көргенде қуанып отырмын. Қуанышым өзім қойныма сыймай. Осындай барлықтарын осы келіп жиналып, біріміз көріп жатқанына. Құрметті класстастар, достар, енді бағанадан бері айтылып жатыр ғой, көп тілектердің бәрі. Енді осы тілектерге қосыламын. Бағанадан енді бәріміз енді айтып жатыр ғой, 40 жыл, 45 жыл деп, 40 жылдан бері қанша достарымыз кетіп қалды 45 жылдан кейін. Соны көп айтатын 45 жыл деген не деген деп. Мен айтамын, 5 жылдың ішінде бізде қанша адам кетіп қалды. Енді осыдан былай енді келешектен бастап бәріміз босаймыз ғой. Мынау 5 жылдық, 10 жылдықта қарамайық, жылда өсіп кезігіп отырайық. Осы мынау кездесудің басы болсын, аяғын аяқтамайық. Жылдай осындай кез басымыз қосылып, осындай бір дастарханда осындай үш жерде кезігіп отырайық. Мен тілегім сол, бәрілеріңе аманшылық, деніміз сау, осындай кездесуге жассын. Ертеңгі күні мысалы отырмыз, талай адамымыз кетіп қалды ғой. Сол сияқты ертеңді өзіміз өкініп қалмайық. Сол сияқты енді жылда аманшылық қосын еді. Құрметті менің аяулы класстастарым, барлықтарыңа жалынды сәлем. Барлықтарыңды көргендеріме қуаныштымын. Сол үшін сіздерге бір өлең оқып берейін. Мектеп бітіргендерге арнау. Қалды бәрі талай ай жыл күн өтті, қанша тұлға ұясынан түлепті. Қарттықтың қалай жетіп келгенін білмей қалдық, біраз уақыт өтіпті. Өмір сенен таңдап алдық санағыз, жасты ойлап сағыныштан жанамыз. Содан бері 45 жыл өтіпті, әже болып өзгеріпті бала қыз. Құдай өзі ғұмыр берсін бәріңе, құттыққа сай қадір берсін кәріңе. 45 жыл сағындырған санамен, класстастың бір салайық әніне. Алтындарым ашық болсын аспаның, өмір деген не деген тез қасқағым. 45 жыл құтты болсын бәріңе, 45 күн ұмытпайтын достарым. 60 жылға толғанда тағы бір, аман есен қосылса екен бастарың. Осы менен өлеңім тамам болсын, бәрлеріңе жақсылық заман болсын. 45 жылда бас қосып отырған ұлдар мен қыздарға тілейтінім, бұл өмірде барлығың аман болсын. Негізі осы жерде бір әні бар екен ағамыздың, Болат ағамыздың. Айтамыз дейді, осындағы жазылған бойынша, сценарий бойынша, билеген содан билейміз, тамақ дайын болдық деп жатыр, енді ыстық тамақ суық болады ғой. Ағамыздың бір әнін тыңдап алайық, содан барып отырсақ, бәрекелді. Бір ауылдан тілеп ұшқан жастар едік, бәрімізде өмір жолын бастар едік. Амандастар қайда, абзал достар қайда? Мен аспан едік, бәрімізде өмір жолын бастар едік. Армандастар қайда, абзал достар қайда? Замандастар қайда, қайда екен?
Barımızdan her tarafta gittin mi? Erleri asıllardan öttün mi? Erleri karnınlarga jettin mi? Kaynasınlar korlastan. Bärimizde ömür bastar edik. Armandaslar kayda, arzandaslar kayda, zamandaslar kardeşler kaydı ki. Жұлдыздар сияқты айтты ғой. Төреғали сияқты бүйтіп тұра қалып бәрекелді. Бәсе көп көрген сияқсыз. Тым қол шапалақ ұрып қойыңыздар. Сыйлықтарыңыз құтты болсын. 50 жылдық, 60 жылдық, 70 жылдық, 80 жылдық, 90 жылдық, 100 жылдықта кездесіңіздер. Тым қол шапалақ орындарыңызға, жаңа суларыңызға. Мысалы 67 жылы мектепке тарыдай болып кірсеңіздер, оны 10 жылда Таудойы бітіріп шықтыңыздар. Қазақстанның әр тарапына тарап, жаңағы әр жерде қызмет жасап жүрсіздер. Міне бүгін әр жерде барлықтарының бастарымыз қосамыз деп жиналып, әр жерден іздеп, тауып, бәрлеріңізді бүгін бас қосып отырсыздар. Барлықтарыңызға бақыт тілеймін. Немере шөбере сүйіп жатсыздар. Сол немере шөберенің қызығын көріп, әр вақыт осындай дастархан басында достарыңызды, құда жекжаттарыңыздың арасында, туған туыстың арасында осындай бақытты өмір кешулеріңізді тілеймін. Ал енді бүгінгі жиналған кластастар, осыдан 47 жыл бұрын, сендермен жаңағы 45 жыл бұрын ғой, енді мен кетіп қалғалы 47 жыл болыпты. Бір мектептің табалдырығын аттап бәріміз бір кішкене ғана тарыдай болған балапандар болсақ, енді таудай азамат болып, жан-жаққа кетіп, өзіміздің тіршілігімізді жасап, өмірімізді сүріп жатырмыз. Сол 45 жылдан кейін ойымда жоқ, шынын айту керек, ойламаппын. Сол кезде мына Қания 31 декабрь күні ана Ешен ағаның қызының үйінде қонақта отырғанбыз. Сол кезде звонить етті. Аршан, сенсің ба? Я менмін. Мен сенің кластасың едім. Сенің телефоныңды біз Астанадан алдық. Біз 45 жылдық жасағалы жатырмыз деп. Шынын айту керек, мен танымаймын дедім. Білмейді кім. Білмеймін, Қания танымаймын дедім. Мен шынын айту керек, сасқалақпағымнан жұмашта бере салдым. Сен танисың ба деп. Сосын жұмаш кетті, кәкім ажы менің кластасым, мынау бәлен, анау тіген, мен ұмытып қаптым деп қойдым. Ертеңінде бір күні бауырым үйінде келіншегім туған күнінде отырсақ, Болат звонить етеді. Мен сенің кластасымын деп. Ойбай, танымадым енді, кешір дедім. Соны айттым, Құдай-ау, мыналар мені қайдан тауып алды номерімді. Енді қайттым, мен танитыным Мұқаш пен Нұрсұлу. Одан басқа танымаймын. Енді міне өзі Алла жаңағы бас қостырып 5 ай болды. Содан жаңағы Болат мені группаға қосып жіберіпті. Содан жаттыңдар, қош келдің деп. Құдай-ау, бұл кім еді, суреттеріңді қарап айтып танып алдым ғой енді бәрі. Міне бүгінгі күні табыстық, сендермен дастархандас болып отырмын. Сол барлықтарың аман болыңдар. Ал бәрекелді құрметті достар, құрметті кластастар дейміз. Олай болса мына сіздерге арналған ыстық тамағымыз дайын дейді. Ортаға шақырсақ, әдемі музыканың ырғағымен тамақты ортаға шақырып бата сұрауға ниеттенейік, құрметті осындағы ағайын. Алла асымызға адалдық берсін, басымызға амандық берсін. Денімізге саулық берсін, бәрлеріңе денсаулықтарыңызға амандық, береке бірлік берсін. Әрқасында осылай үйімшіл бірлікте жүре беріңіздер. Әумин, айтқандарыңыз келсін, баталарыңыз, тілектеріңізді Алла Тағала қабыл етсін. Ас болсыңыз. 77 жылдық тілектерді әйгілі әншілеріміздің орындауындағы тамашаны тыңдайтыңыздар. Şahsıqın kızığın
жастар қайда? Сырын айтты. Жақсылыққа сағынып келген, қуанышпен келген, Рысжан жолдасымен, Тұрсынай Бақытхан, Зоргүл Базархан, Нұржан Аягөзден келген. Ду шапалақпен ортаға шақырайық, құрметті қонақтарымызда. Үлкен астың қарсаңындағы тамаша тілек келіңіздерге билеп. Жақсы отырыс болып, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болып, 45 жылда аңсап, бір жылдан бері қарай, әу деп, жетіп білегін ұт деп, бас қосып жатқандарыңа көп рахмет. Дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілеймін, бала шаған қызығын көрулеріңізге Аллам нәсіп етсін. Енді бұдан бұлай 50-60 жылға аяқ басыңдар. Ал енді құрметті 77-дің қыз жігіттері, тойларың құтты болсын. Тойларың тойғыласын, дендерің сау, бастарың аман болсын, бала-шағаларың қызығын, бала-шаға немерелерің қызығын көре беріңдер. Ал енді мына класстастар, мына отырысымыз жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Осыдан ары қарай жақсы өте берсін. Бұдан кейін де жаңағы қыз жігіттер айтқандай жылда кездесеміз деп жарияға жар салмай өзіміз кездесіп қауышуға Аллам жазсын. Жылдан жылға аман есен басымызды қоса берейік. Барлығымыз аман сау болайық. Ал енді құрметті 77 қыз жігіттері, 45 жылдық кездесуге келген қадамдарыңа гүл өссін. Дендерің сау, бастарың аман болсын. Бала-шаға, немерелерің қызығын көре беріңдер. Сол енді барлығымыздың да деніміз сау болсын. Осындай енді кездесуге Аллам нәсіп етсін. Құрметті класстастарым, құрметті де қадірлі класстастарым, бірінші байлық тілеймін, барлықтарыңа денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі болады. Деніміз сау болсын, басымыз аман болсын, балаларымыз аман болсын. Бізге балаларымыз аман есен болып, балаларымыз биіктен көрінсе, бізге солар оттегі бізге. Сондықтан бірінші тілейтін әрбір отбасыға тілейтін тек қана денсаулық, балалар аман болсын, осындай береке бірлікте болайық. Енді осындай
45 жылдық кездесуге басымыз қосылып отыр. Барлықтарыңа тек жақсылық тілеймін. Жұмыстарыңа табыс тілеймін, отбасыларыңа амандық тілеймін. Тек жақсылық тілеймін. Аман есен болыңыздар. Мына Семейден келген қонақтарымыз қайда? Семейден келген қонақтарымыз, Барлық-Арасаннан келген қонақтарымыз, Қауа, Бейсен, Бақтыхан, Әмірхан, Төлен жұбайларымен ортаға дейді болуш шақырыңыз. Қайда? Sabır. Toqası oxudaşı qoyğam. Bile var bərəkəl. Qoşemet dep qoymuzlar ya. Tamaşa bilib жатсыздар. Мен 4 адамды айтқан сияқты едім. Шубаймен. Құдай көксіз далада жүр. Елдер мына жерде жанталасып, билеп, терлеп жүрсе, бұл кісі халқындап жүр далада. Рахаттанып, келіңіздер. Ал қош келдіңіздер. Кім бастайды? Үлкен кісілерден ең бәрі. Ал 77-ші жүректері осы 45 жыл немелерді тойлап жатыр екен сіздерге зор денсаулық, бала-шағаларыңыздың денсаулығын тілеймін. Осы жерде отырған Есілде төлем жоқсын деп білуі бақытша жасын. Әсет қандасына жасын. Құрметті мен сыныптастарым, міне бүгін өте үлкен қуанышқа бөленіп тұрмын. 45 жыл көрмеген класстастарымды көріп, қатты қуандым. Бақытқа рахмет айтамын, көп келіп мені анау саудың пұлсынан іздеп тапқан. Маған қайта звондап, барлығын айтып, түсіндірген. Енді осы сыныптастарыма тек қана жақсылық тілеймін. Немере шөбере сүйіңіздер, жастарыңыз ұзақ болсын, жылда үстік бас қосып жүре Сөзге тиек ете отырайын. Осы ауылымыздағы жаңа бәрі ұйымдастырып жатқан, арбет шапқылап жатқан деп жатырмыз ғой жаңа. Қапан деген, соны Бақыт апайымыз жұбайымен Жаңыл Фарида есімді қонақтарымыздың да бір ақ тілегін тыңдай отырсақ, келе қойсаңыздар, қайдасыздар? Ду болып шапалақтарыңызды Ал енді құрметті менің класстастарым, достарым, келіндер, қыздар. Ал енді мына жасап жатқан 45-ті кездесуіміз құтты болсын. Бәріңе денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін, семьяларыңа бақыт тілеймін. Дастархандарыңыз жақсылыққа жайын, басымыз жақсылықта болсын енді. 77 қыз жігіттері 45 жыл мерекелер құтты болсын. Денеріңе саулық, бастарыңа амандық тілеймін. Аңсаған армандарыңа жетіңдер. Жолдастарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Ал енді бұны сөз беріп жатқандарыңызға рахмет. Өте тамаша мына 45 жылдық сағыныш кездесу өтіп жатыр. Мына Бақыт күнде кешке жақын айда сөйлесіп жатады. Телефон маза жоқ. Бір ай болды. Кіммен сөйлесеміз? Класстастар, мына WhatsApp жақсы болды. WhatsAppпен күнде сөйлеседі. Соны дауыстарыңды естіп, кездескен келіп жатқандарыңызды қуанып, сөйттік біз. Енді жақсы аман есен келіп, жақсы өтіп жатсыздар, жақсы болсын, қуаныш болсын. Мына қаншама жақсы тілектер айтып жатыр, соның бәрі қабыл болсын. Тек жақсылық тілеймін. Енді мына түсіп жатқан фотолар, ана 40 жылды еске алып жатырмыз. Ана бір көлге барып,
мен Ивамен бақыт алып барып, өте тамаша өткен ол жылдары. Енді осыдан бері 5 жыл деген өте шығыпты, міне уақыт деген солай ғой. Сондықтан енді барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Енді 50 жылдық, 60 жылдықтары жаңа айтып жатыр ғой. Сәттілік болсын. Қымбатты 10 жыл бірге оқыған қыз-жігіттер, бүгінгі күні біз былтыр күзден бергі айтылған жақсы бір бас қосуда кездесіп отырмыз. Бұған барлығымызда қуаныштымыз деп ойлаймын. Ең бірінші мен Арысжан мен оның жолдасына үлкен рахмет айтамын. Өйткені Арысжан 8-ші сыныпты бітіріп кеткеннен кейін бірінші рет көрдік көбіміз. Сондықтан Арысжан жанұяңа жақсылық тілейміз, денің сау болсын. Жолдасың екеуің бір жастықта қартайыңдар, тек жақсылық тілейміз өзіңе. Енді қымбатты қыз-жігіттер, қазір бәрің апарата болсаңдар да, біз үшін қыз-жігіттер есептелесіңдер. Сондықтан да бұл кездесуде, бас қосуда енді кейбір сыныптастарымыз келе алмай қалып жатыр. Бәріне де айтылды, оған біздің ренішіміз жоқ, бізді айту міндет. Ал дегенмен де ұзақ уақыт кездеспей келіп отырған сыныптастарымыз бар. Барлықтарға үлкен рахмет айтамын. Енді ең бірінші тілейтінім барлық қыз-жігіттер осында отырған. Ешқайсыларды күйеу бала, келін деп бөлмеймін, біз бірдейміз деп ойлаймын. Ең бастысы барлықтарыңызда мықты денсаулық болсын. Немерелер барлықтарын сүйіп отырсыңдар, бұйыртса шөбере сүюге жетіңдер. Сол балалар мен немерелердің қызығын қызықтайтын барлықтарыңызға ұзақ ғұмыр берсін. Солардың ортасында ұзақ жасап жүре беріңіздер. Енді алыстан келіп отырған қыз-жігіттер әр уақытта ақ жол тілеймін. Ауылдағы қыз-жігіттер, оларға да рахмет. Сондықтан да осы береке бірлігіміз кетпесін, бірге жүре берейік. Қазіргі уақытта осы бір шәугім шайды бөліп ішу адам өмірі үшін басқа байлық, басқа ештеңе қажет емес деп ойлаймын. Менің өзімнің өмірдегі түйгенім. Сондықтан береке бірліктен айырылмайық. Тек қана денсаулық тілеймін. Осындай жақсы көңіл күймен жүрейік. Енді ертеңгі бір тапсырманы айта кетейін. Бұйыртса, бүгін қазір біршама қыз-жігіттер осында қонасыздар. Ертеңгі, таңертеңгі завтрак осында ішіледі. Содан кейін түскі кезекке төлем биыл зейнеткерлікке шыққан. Сол зейнеткерлігіне өздеріне бір шәугім шай осы арада беріледі. Одан кейін барып, ұлдардың ұйымдастырған шашлық бар, одан кейін түстен кейінгі 5-ші шай дейміз ғой, сондай мөлшерге келеді. Соның барлығына ешқайсыларыңыз қалмай, үйге кетіп қалғандар таңертең ертерек осында келуге тырысыңыздар. Футболка менен бас киімді таңертең осы жерден тұрған кезде мына көлге барғанда бірақ киіп шығып, сонда фотоға түсесіздер, сол ойыңызда болсын. Менің айтатыным осы. Старосталар осы ғой постоянно. Тапсырма бермей жүре алмайды ғой. Әдет болып қалған бір шапалақ ұрып қойыңыздар, ұйымдастырып. Әрине қыз-жігіттер орын тоң болмай жол болады деп осындай үлкен құрмет көрсетіп жатқандарыңа, барлықтарыңа рахмет айтамын. Енді жаңа маған Бақытқазы сөйлегендерінде бір ауыз тілек айтайыншы тағы деп сұрап еді, Бақытқазы берген. Бәрекелді, келіңіз. Шіркін-ай, тура терминатор сияқты бір шапалақ ұрып қойыңыздар, жүрістің өз. Рахмет. Менің 67-те кіріп, 70-те жатқан жігіт достарым мен қыздар мені қолдайсыздар ғой? Болып беріңізші. Жоқ, өлең айта алмаймын ғой. Құрметті достар, қыздар, мұны енді жақсы отырыс болды. Ең бірінші мына осы бастаған Болат Тосқа рахмет айтамын, Тосқаған жерін ұйымдастырып жатырсыздар, Бақытқа рахмет айтамын. Міне, бәріңізде осылай шығар. Мен көңілімде кездесуіміз жақсы өтіп жатыр, дастархан да жақсы, көңіл де жақсы, көңілге де жақсы. Дей келе мен мынау Арысжан мен Тоқанға жолдасына рахмет айтқым келіп тұр. Неге дейсіздер ғой? Бұрынғы атам қазақтан
Қаңыз көрген дос жаранына бас киім үлкен дүние ғой. Ер азаматқа бас киім, әйел жасқа жаулық дейді. Соны жауып жатқан үшін ойланып отырдым да, біздің тегін әкішіміз осылай істеуші еді бұрынғыда. Мынау енді Рысжан мен Тоқанның мынау бір жақсы өнегесі, үлгісі ретінде қалыптасса деймін. Мынау жастар бар біздің енді, осылар міне. Сондықтан ешқандай да айып етпеңіздер. Орамал тон болмайды, жол болады. Рысжан мен Тоқан кластасыма мен ешкім бөгет жасамас. Мен бір бағлан қозы атадым, оны достарымадан ешкім дейтін. Мынаған ішіне сендіріп жіберем дегенде. Осыған риза болыңыздар. Мен жаңа сіздерден мен қостайсыздар деген сол. Мұны ешкімге айтпап едім. Сондай біздің құрметіміз 47 жыл дегенде 8 жасқа келген Рысжан кластасымыздың оны күткен Тоқан ұмыңда бір рахмет. Рысжанның өмірлік жайлы болған адам. Рахмет, міне, осыны айтқым келді. Рахмет. Ұмытпай тұрғанда алып олай деп түсіп бағланды. Ал енді құрметті кластастар, жаңа айтып жатыр ғой, орамал тоң болмайды, жол болады деп. Мен де өзімді ойлап, қойшы 47 жылдан орталарына барып ортақтасып отырамын ғой. Осы жолдастарыма не сыйласам екен деп, жаңағы не нәрсенің шын көңілден берсе, жаңағы неден де қымбат болады ғой өзі, не нәрседен де. Сондықтан бәріне осы кішкентай ғана бір сый-сияпатым тартып жатырмын. Міне соған риза болғандығы соншалық жаңағы Бақытқазы өзінің несін атап жатыр. Рахмет. Ол бір көңіл, барлықтарына, ол бір көңіл. Әрқашанда Талдықорғаннан Алматыдан жаңағы осы Семейге шапқылап келіп жатасыңдар. Екордада Талдықорған деген қала бар. О жерде Тоқан деген азамат бар, оның шаңырағы бар. Оның шаңырағын түтінін түтетіп отырған сендердің кластастарың Рысжан деген жаңағы азаматша бар. Енді мен жолдасымды мақтап кетейін. Бүкіл колхозға сыйлы төр Тоқандікі, қай кіші болсын, үлкен болсын, Тоқан келгенде төрді береді. Ол да өзінің бір жаңағы жүрегінің кеңдігі. Менің де үлесім бар деп ойлаймын қашанда. Тоқанның туған туысы болсын, жолдас жорасын мен бірінші орынға қойып сыйлаймын Тоқанның. 43 жыл екеуміз шаңырақ көтердік, семья болдық, дүниеге 3 перзент әкелдік, оны өсірдік. Талай адамдар Тоқанның қызын алсақ деп үйге келгенде, жаңағы Тоқанның жолдастары. Сонда бала дегенің, мына кей кезде біз ата-ананы тыңдаймыз ғой, бұрын кішкене тыңдадық қой. Қазіргі жастар ата-ананы тыңдамайды. Сонда келгенде бір жолдасы, баласы Турцияда оқитын. Биттей тай қолындай тебісімен шындықты айтайық, бәріміз найманбыз ғой. Анау неден келді, Қытайдан көшіп келдік қой енді. Сонда Тоқан Қытайда жүргенде бірге өскен жолдасы бар болған. Бір күні сол Турцияда оққан балалар өзі мұсылмандыққа бейім сондай ғой. Содан ата-анасы айтқан ғой, Тоқан жолдасымның қызын алып берсем саған десе, ата-ана сіздер не айтсаңыздар мен келсем деп бұл бала келіп үйге. Сөйтсе менің қыздарым басын жұқып, мына дені дұрыс па, папа жолдасымның. Мынау деп біз нетпей қойдық, қарсы болды. Біз не дейміз, сосын үндегеніміз жоқ онды қойып өзі деп. Қазір бір нені басқарып отыр сол бала. Соны кей кезде айтамын, ата-ананы тыңдау керек. Ол деген бәр нәрсе жаңағы екі адамның ауыз бірлігінен шығатын нәрсе ғой. Жақсы семья болам десең, семьяңды көтерем десең шаңырағын, ер азаматты жоғары қоям десең, мына жерде келіндерге талай айтатын сөзім бар еді, бірде-бір келін келген жоқ. Фариданы сондай күткем. Мен өзім кішкене нем бар адамды сынайтын. Ойлағам сөзінен, несінен бір сондай жақсы келін шығар деп ойлап едім. Үндемей келді да осы 2 күннің арасында жоқ болып кетті ғой. Өзім таң-тамаша болдым енді. Сондықтан бүкіл ер азаматтар менің кластастарым, сендерге рахмет. Мына ер азаматтардың жолдастары біздің мына кластастарымыздың жағасын кірлетпей, туын жоғары көтеріп, ұстап жүрген сендерге де рахмет. Қастарында жолдастарыңа енді талайларын кеме қалдыңдар, аман болыңдар, жігіттер, қыздар. Айтайын дегенім, Талдықорған деген қалада біздің үй бар, келсеңдер деп айтып
Рахмет Бұл сыйлық менің достарымның атынан, жеке менің басымнан емес, достарымның атынан. Рахмет. Жалпы айтады, бір-біріңе сыйлық беріңдер. Сыйлық жүрекке махаббат орнатады дейді. Ол махаббат болғанда әрине қыз бен жігіттің мәні махаббат емес. Адамға бір-біріне деген құрмет, жақсылық пайда болады, сондай ізгі сыйластық пайда болады. Сол сыйластықтарыңыз үзілмесін. Біреуге берсең аласың деп жатады қазағымыз. Алыс берістеріңіз көбейе берсін. Барлықтарыңызды сондай құрметті шын жүректен тілеймін. Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Ал осы мына құрметті класстастарымыз, осындағы достар, сіздердің жолдарыңызды біздерге берсін. Сол күнге біз де жетейік. Алла мен де қарап отырып, Құдай-ау, бізге өзі 20 жылдыққа 1-2 жыл қапты. 20 жылдық деп жүрміз, мына кісілер 45 жылдан 45 жылда біз қандай боламыз айтып, сіздер қайта Аллаға шүкір, ана ескінің сүйегі мықты болады дейді ғой. Ортада билеп жүрсіздер, біз қалт-құлт еткен шал оқымасақ болды ғой деп қарап отырып бағанадан бері. Дегенмен Алла тағала әдемі қартайып жассын. Әдемі қартайып, немеренші ойнатып, шеберелерді арқаңызға шығарып алып, жүргенге не жетсін, шөпшектің алақанынан су ішуге жазсын дейміз. Жақсы шөпшектің алақанынан су ішкен ана мен әке жұмақ қалар деп жатамыз ғой. Бар ниетіміз сол, бар тілегіміз сол. Дүрсілдеп, жүрек дүрсілдеп, мәңгілік өмір кім сүрмек? Мен бір тілек айтайын, достарымыз білсін деп. 45 жылдық кездесу жасап жатқан достарды аман есен жүрсін деп. Дүрсілдеп, жүрек дүрсілдеп, мәңгілік өмір кім сүрмек? Алыс жақын достарымыз әрдайым қадірін білсін деп. Тек жақсылықты жолынан несібе қылып ілсін деп. Дүрсілдеп, жүрек дүрсілдеп. Тағы бір тілек айтайын, бүгінгі класстас достарға бүгін кешке қуанып, аямай шапалақ ұрсын деп десе бола ма? Отыруларыңызға болады. Класстастар қиыл! Оқмай, мыналарын қайтез! Оқмай, мыналарын қайтез!
бәрекелді. Тағы билейік. Ал құрметті достар жаңа аума. Тағы билейік па? Ертең бүгінді де ойламыздар. Дегенмен бір жасарып қалдыңыздар. Жасара беріңіздер. Осындай жақсылықтарыңыз көбейе берсін. Біздермен қоштаспаймыз. Келесі бір 46 жылдықтарыңызда кезде шектем айтып жыл сайын кездесетін болдыңыздар ғой. Үйлеріңізде той болсын, қуаныш болсын. Жақсылықтардан жақсылықтарға жете беріңіздер. Құрметті 45 жылдық бүгінгі 77 түлектері жасай беріңіздер бәрекелді.